Достар, бүгін сіздерге беттен арылудың жолдарын айтып кететін боламын. Каналға міндетті түрде тіркеліп, видеоны соңына дейін көріп лайк баса кетіңіз. Бас беттері әдетте бас терісіне жақын мекендейтін, басқа адамдармен тығыз қатынас арқылы жұғатын кішкентай жәндік. Беттер киімнің тігісінде және қатпарында тіршілік етеді. Олар адамның қанымен қоректенеді және жұмыртқаларын, тіршілігінің қалдықтарын теріде және киімде қалдырады. Олар киімде 1 айға дейін тіршілік етеді. Беттер адамнан түскенде бөлме температурасында 5-7 күнде тіршілігін жояды. Беті бар адаммен тікелей қатынасса беттер жұғады. Сондай-ақ жұқпаланған киімнен, сүлгіден жұғуы мүмкін. Киімді, төсек жабдығын, сүлгілерді жуу беттерді емдеуге ең маңызды қадам. Енді аталған осы мәселелерді шешу үшін мынандай әдістерді қолдансаңыз болады. 1 стакан суға 2 ас қасық сірке суын қосып, ерітіндісін басқа жағу қажет. Мұнан соң шашты жақсылап тараған жөн. Сірке су сіркелердің шашқа жабысу мүмкіндігін беретін желімді ерітеді. Сондай-ақ әрекет нәтижесінде сіркелердің белсенділігі төмендейді. Сонымен қатар, әйелдерге беттен арылу үшін шаш бояуы да көмектеседі. Беттер үшін қауіпті қару сутек тотығы, яғни ол өзінің химиялық құрамының көмегімен беттерді жояды. Бірақ міндетті түрде жоғалуын кепілдік берілмейді. Бұрынғыға қарағанда ол азаяды. Және шаштағы беттерден арылу үшін ұсақ әрі тістері жиі орналасқан тарақпен жиі тарап отыру керек.